Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода тұмаудан тез айығу жайында баяндайтын боламыз. Бұл ем кезінде ешқандай дәрі ішпейсіз, екпе салдырмайсыз, тек уақытпен жұмыс істейсіз. Егер сіз тұмау болсаңыз, бір тәулікте сауығып шығатын мына тәсілді қолдансаңыз жеткілікті. Достар, біздің каналымызды қолдасаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналымызға тіркеліп кетіңіз. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз біз үшін өте маңызды. 7:00-де ыстық душ қабылдаңыз. Егер дене қызуыңыз көтеріліп тұрса, душ қабылдауға зауқыңыз соқпайтыны анық. Бірақ бойыңыздағы бар күшіңізді жинап, орныңыздан тұрыңыз. Сосын 5-10 минуттай ыстық душ қабылдаңыз. Ыстық су дененің тітіркендігін басады. Сонымен қатар тыныс жолдарын ашады. 8:00-де жидек қосылған ботқа жеңіз. Дұрыс тамақтану кез келген аурудың алдын алатынын білесіз. Таңғы асқа әзірленген ботқаға тәуетіңіз тартқан жидекті қосып жеңіз. Соңынан бір стақан апельсин шырынын ішіңіз. Ағзаңызды тұмауға тоқтау салатын С дәруменімен толықтырыңыз. 10:00-де ингаляция жасаңыз. Суық тигенде, тұмаумен ауырғанда, мұрын бітеліп, тыныс алуыңыз қиындайды. Соның әсерінен бас ауырып, денеңізді ауырлық басады. Бұл жайсыздықтан арылу үшін аспирин немесе парацетамол дәрілерін қабылдау жеткілікті деп ойлайсыз, алайда жөтелді тоқтата алмайды. Сондықтан да бұл дәрінің орнына тыныс жолдарын ашу үшін ингаляция жасаңыз. 5 минуттық бумен демалу ауруды жеңуге көмектеседі. 12:00-де таза ауада серуендеңіз. Әсіресе түскі астың алдындағы серуен бойыңызды қуаттандырады, көңіл күйіңізді көтереді, әрі иммундық жүйені нығайтады. Егер мүмкіндігіңіз болса, 2-3 минуттай физикалық жаттығулар жасап алыңыз. Мұның да сізге тигізер пайдасы орасан. 13:00-де ет қосылған құнарлы тағам жеңіз. Ет ақуызға бай болып келеді. Ал ақуыз өз кезегінде иммундық жүйені нығайтуға қабілетті, әрі ағзаның белсенді жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Егер тұмаумен ауырғанда ет жемесеңіз, тез арада аяққа тұрып кетуді армандамасаңыз да болады. 15:00-де сұйықтық ішіңіз. Бұл уақытта түрлі сусындарды ішуге болады. Мәселен, емдік шөптен шай демдеп ішіңіз. Тұмаумен ауырған кезде кез келген ыстық шай ағзаны инфекциядан тазалайды. Ал ауруыңыздан айыққанша күніне 1 стақан апельсин шырынын ішуді әдетке айналдырыңыз. 18:00-де карри жеңіз. Кешкі асқа тәуетіңіз тартқан тағамды дайындаңыз. Оның жанына карри немесе чили қосыңыз. Тіпті вирус пен бактерияға қарсы күресетін күшке ие зімбірді, самырсақ пен ащы бұрышты кешкі аспен жеңіз. Бұл дәмдеуіштер ағзаны микробтан жояды, әрі тыныс алу жолдарын тазалап, аурудан айықтырады. 20:00-де ванна қабылдаңыз. Дел сау болған денеңізді, әл кеткен бұлшықеттеріңізді қалпына келтіру үшін ванна қабылдаңыз. Ыстық су денедегі суықты, шлакты шығарады. 22:00-де ұйқыға жатыңыз. Ауырған кезде науқасқа көп тынығу керек. Әсіресе түнгі ұйқы тыныш болу қажет. Күніне 8 сағат ұйықтауға тиіссіз. Өйткені ағзаға қуат керек. Жақсы ұйқы жоғалтқан күшті қалпына келтіруге ықпал етеді. Жалпы ағзаны қуаттандырып, иммундық жүйені нығайтуға ең бірінші көмектесетін ұйқы екенін біле жүріңіз.